Саламатсыздарбы, құрметті білімгерлер. Пәннің атауы полимерлі текстиль материалдары. Бүгінгі дәріс бізде 14-ші дәріс. Әртүрлі киімдерге арналған материалдарды таңдау. Біздің мақсаты студенттердің пайдалану, эстетикалық және технологиялық талаптарды ескере отырып, әртүрлі санаттағы киімдерге арналған материалдарды таңдау принциптері туралы білімдерін қалыптастыру. Міндеттеріміз: киімнің мақсатына қарай жіктелуімен таныстыру, сырт киімге, арнайы және спорттық киімдерге қойылатын материалдарға қойылатын талаптарын қарастыру. Маталардың физикалық, механикалық және гигиеналық қасиеттерін талдауға үйрету. Заманауи материалдарды салыстыру. Материалдарды дұрыс таңдаудың маңыздылығы. Материалды таңдау бұл киімді жобалау және жасау процесінің шешуші кезеңі. Бұйымның сапасы, сыртқы түрі, жайлылығы, беріктігі және өзіндік құны матаның, астардың, оқшаулаудың, фитингтердің және әрлеу материалдарының қаншалықты дұрыс пайдаланғанына байланысты келеді. Материалдарды дұрыс таңдау. Бұл технологиялық сипаттамалардың, өнімнің қасиеттерін және дизайн талаптарының үйлесімі. Материалдарды таңдау бұйымдарды жобалаудағы негізгі қадам болып табылады. Таңдау факторларына бұйымның мақсатын, пайдалану шарттарын, сыртқы түріне және күтіміне қойылатын талаптарын, шикізаттың құны мен қолжетімділігін жатқызамыз. Және де киімнің сапасы мен ұзақ мерзімділігі, пайдаланушының жайлылығы мен қауіпсіздігі, өндірістік, өзіндік құны мен технологиясы да маңызды. Материалдарды таңдаудың негізгі мәндері: бұйымның сапасы, жайлылығы, эстетикасы, технологиялық үнемділік және экологиялық тазалығы жатады. Бұйымның сапасына оның беріктігін, тозуға төзімділігін, ылғалға, күнге, химиялық заттарға төзімділігін анықтау жатады. Жайлылығы деп отырғанымыз бұл ауа алмасуды, гигроскопиялық жұмсақтықты, серпімділікті қамтамасыз етеді. Ал эстетикасын дұрыс таңдаса, ол текстураға, жылтырлық, траптау және түске сән үрдістеріне және бұйымның стиліне сәйкес келуін қамтамасыз етеміз. Технологиялық аспектін дұрыс таңдау бойынша біз пішу, тігу, қайталау және өңдеудің қарапайымдылығын аламыз. Үнемділігі материалды тұтынуды оңтайландыру және өзіндік құнын төмендету. Экологиялық тазалығы ол бізге қауіпсіздік береді, яғни қайта өңделетін немесе биологиялық ыдырайтын материалдарды пайдалану арқылы. Материалдарды дұрыс таңдау принциптері. Бұйымның мақсаты бізде күнделікті, іскерлік, спорттық, қорғаныш немесе санды киімдерді қолданған кезде материалдың функционалдық жүктемеге сәйкес болуы керек. Пайдалану шарттары климатқа, температураға, ылғалдылыққа, механикалық әсерлерге байланысты. Қысқы киімдер үшін жылу оқшаулау, жазғы киімдер үшін тыныс алу мүмкіндігі болуы маңызды. Материалдардың үйлесімділігі: негізгі мата, астар, төсем және желім материалдардың шөгуі, қалыңдығы және тағы да басқа режимдер бойынша сәйкес келуі керек. Гигиеналық қасиеттеріне терінің тітіркенуін тудырмай, ауа мен ылғалды өткізу қабілеттілігі жатады. Эстетикалық сипаттамасына бояудың сыртқы түрі, құрылымы, иілгіштігі және тұрақтылығы жатады. Материалдарды дұрыс таңдамаудың салдары: материалдардың үйлесімсіздігі болған жағдайда бұйымның деформацияға ұшырауы, тігістердің қисаю салдарлары пайда болады. Ал желім төсемдердің дұрыс таңдамауымыз көпіршіктердің пайда болуын, бөлшектердің қаттылығына алып келеді. Маусымдылықтың сәйкес келмеуі кеткен кезде киімнің қызметуі немесе гипотермияға ұшырауы. Бояу сапасының нашарлығына келсек, ол күйіп қалу немесе түлеуі мүмкін. Гигиеналық қасиеттердің сәйкессіздігі кию кезіндегі жайсыздықты, терінің тітіркенуін береді. Киімдердің артық ыстығы иілгіштіктің төмендеуін, қозғалыстың шектелуін алып келеді.
Қалың полиэфирден жеңіл жазғы көйлек тігу кезінде бұйым жоғалады және жабықтылық пен ыстық от қаупін тудырады. Киімнің әртүрлі түрлері үшін функционалдық маңызды. Сырт киімдерде оның мақсаты негізгі жылудан қорғау, ылғалға төзімділік, пішінге төзімділік. Ал оған қолдануға ұсынылатын материалдар мембраналық маталар, полиэстер, нейлон, жылытқыштар. Арнайы киімдерге қойылатын негізгі талаптар беріктік, отқа төзімділік, ылғалдан және химиядан қорғау. Бұл арнайы киімдер үшін біз ұсынатын материалдарымыз полиэфирлі аралас маталар, сіңірмелер, отқа төзімді полимерлер. Спорттық киімдерге қойылатын негізгі талаптар ауа өткізгіштік, гигроскопиялық талаптары. Оған ұсынылатын материалдар полиамидтер, эластан, трикотаж, демалатын мембрана. Күнделікті киімдеріміз бізге жайлылық пен сыртқы түрінің күтімінің қарапайымдылығын береді. Ол үшін біз қоспаларға вискозаны, мақтаны, полиэстерді қолдануымыз керек. Балалар киіміне ең маңызды талаптарымыз қауіпсіздік, жұмсақтық, гигиена болуы. Ол үшін біз мақта, бамбук, биологиялық ыдырайтын полимерлерді қолдануымыз керек. Заманауи тәсіл экологиялық және экономикалық тепе-теңдікті болжайды. Яғни материалдарды дұрыс таңдау бұл табысты бұйымның негізі болып табылады. Айтып отырған заманауи тәсілдеріміз бірнеше түрлері. Ғылыми-техникалық тәсіл полимерлердің тоқыма бұйымдарының төсемдердің қасиеттері. Инженерлік есептеу, салмақ, жылу беру, озу, көркемдік шешім, текстура, стиль жатады. Пайдаланба және биологиялық ыдырайтын материалдарды пайдалану. Design for recycling қағидаттарды енгізу. Смарт маталар, яғни ақылды маталар, қоршаған орта жағдайларына бейімделген түрде әзірленеді. Бұйымның мақсатына қарай жіктелуі. Тұрмыстық мақсатта күнделікті қолданылатын киімдерімізге пальтолар, көйлектер, костюмдер жатады. Олар бізге негізгі эстетиканы, жайлылықты, тыныс алу мүмкіндігін беру керек. Арнайы киімдердегі санаттағы материалдарға жұмыс костюмдерін, қорғаныш халаттарын, комбинезондарды қолдануға болады. Олар бізге қорғанышты, тозуға төзімділікті, қоршаған ортаға төзімділікті беру керек. Спорттық мақсаттағы киімдер, костюмдер, футболкалар, аяқ киімдер. Олардың негізгі талаптары сіңіргіштігі, иілгіштігі, жеңілдігі болу керек. Жоғарғы санаттағы киімдер, оларға күртешелер, плащтар, пальтолар жатады. Негізгі талаптарымыз жылудан қорғауды, су және жерге төзімділігі болу керек. Сәнді киімдер, кешкі және сахналық костюмдер. Олардың негізгі талаптарымыз сәнділік, жылтырлық және жабықтылық. Сырт киімдер, материалдар мен талаптар. Негізгі міндеттер суықтан, желден, ылғалдан қорғау. Ластануға төзімділігі. Қасиеттері және өңделуі. Суға төзімділігі, яғни қалалық киімдерде, арналған киімдерде 3000 мм су өнімінен жоғары болу керек. Ауа өткізгіштігі, ыстыққа төзімділігі, яғни жууға және үтіктеуге төзімділігі болып. Сырт киімдер 3 қабаттан тұрады. Сыртқы, астарлы, жылытқыш. Сыртқы қабатқа қолданатын материалдарымыз полиэфир, нейлон, мембраналық маталар. Олар бізде ылғалдан қорғап, беріктік береді. Астарына қойылатын қабатта вискоза, полиэстер, нейлон қолданамыз. Ол бізге жайлылық пен антистатикалық беру керек. 3-ші қабат жылытқыш қабаты. Оған синтетикалық қыстағыш, холофайбер жүн қолданамыз. Ол бізге жылуды үнемдеу үшін және жеңілдікті қамтамасыз ету үшін керек. Арнайы киім қойылатын талаптар мен шешімдер. Негізгі міндеттері ол механикалық, химиялық, термиялық әсерлерден қорғау және төзімділік, қауіпсіздік, ыңғайлылық беруге. Және мына кестеде көрсетілген қасиеттеріне байланысты түсініктеме мен көрсеткіштерін жазып отырамыз.
Жарайт. Мен келесі слайдымызға өтсек. Материалдары. Бұл жерде аралас маталар, армиттік, сіңдірілген және мембраналық маталар қолданылады. Олардың құрамы және қолдану аясы көрсетілген. Аралас матаға мақта мен полиэстер жатады. Бізде 35%. Қолдану ортасы жұмыс костюмдерінде. Армиттік мата түрлеріне момекс кевларлар жатады. Оның құрамына арамидті талшықтар кіреді. Қолдану ортасы отқа төзімді киімдер. Сіңдірілген мата түріне қабы мен фиар қоспалары. Олар жан және жалыннан қорғау үшін қолданылады. Мембраналық мата түріне полиуретан және пет кіреді. Олар суға және желге төзімді комбинезондар береді. Спорттық киімдерді таңдау ерекшеліктері. Негізгі міндеттеріміз дененің микроклиматын сақтау, ылғалды жылдам кетіру, жеңілдігі мен ергештігіне қарауымыз керек. Көпфункционал қасиеттеріне бактерияға қарсы қоспалар, телмореттегіштер, микрокапсулалар, ультракүлгін қорғаныстар, антистатикалық жіптер қасиеттері кіреді. Мысалы, 3 қабатты мембранадан жасалған спорттық күрте, сыртқы қабаты полиэстер, ортасы тіпол мембранасы, ішкі қабатына полиамидті тор қолданылады. Киімдердің түрлері. Полиэстер матасы. Бұл футболкалар мен шорттарда қолданылады. Төзімді және тез кебу қабілеті бар. Эластен матасы. Ол жоғары серпімділікті беретін спорттық леггинстерде қолданылады. Полипропилен матасы. Жеңіл, ылғалды сіңірмейтін қасиетімен термош киімдерде қолданамыз. Мембраналық киімдер. Тыныс алатын, су өткізбейтін қасиетімен тау шаңғы костюмдерде қолданылады. Киім түрлері бойынша салыстырмалы кесте. Жоғары санаттағы киімдер ауа райынан қорғау үшін полиэстер, полиуретан, синтетикалық қыстағыш шұбар материалдар қолданылатын киімдер. Олардың ауа өткізгіштігі жоғары, тозуға төзімділігі орташа, эстетикасы жоғары және бұйымның салмағы орташа болып келетін материалдар жатады. Арнайы киімдерге сыртқы ортадан қорғау үшін арналған арнайы аралас және арамидті материалдар қолданылатын киімдер. Олар оқшаулығы қажеттілік бойынша оқшауланатын, өткізгіштігі орташа, тозуға төзімділігі жоғары, эстетикасы орташа және бұйымның салмағы жоғары болып келетін материалдар жатады. Спорттық киімдер. Қозғалыс кезінде жайлылық беретін эластан, мембраналар материалдар қолданылатын, оқшаулауы жоқ, ауа өткізгіштігі жоғары, тозуға төзімділігі орташа, эстетикасы функционалды, бұйым салмағы жеңіл болып келетін материалдар. Заманауи инновациялық шешімдер. Зияткерлік маталар. Температураға немесе ылғалға реакциясы бар маталар. Композициялық материалдар. Талшықтардың қосындысынан полиэфир, эластен, графеннен тұрады. Нано қаптамалар. Гидрофобты, балшыққа қарсы. Қайта өңделген материалдар. РПЭТ, биологиялық ыдырайтын талшықтар. Трендтер мен технологиялардың мысалдары. Горчак компаниясындағы ПТФ мембранасы. Ол ылғалдан қорғайтын сырт киімдерде қолданылады. Олар тек компаниясынан жасалатын жүндер, оқшаулағыш қабаттар ретінде қолданылады. Олар компаниясының жоғары беріктігі бар нейлондар, арнайы киімдер мен рюкзактарда қолданылады. Макс компаниясының микроарналары бар полиэфирлері спорттық киімдерде қолданылады. Outlast компаниясының ESM микрокапсулалары терморегуляция үшін қолданылады. Дәрісімізді қорытындылай келе, материалды таңдау, дұрыс таңдау яғни эстетика бойынша және функционалдық технологиясын тепе-теңдігін береді. Заманауи полимерлі және аралас металлар бізге салмағын азайту, олардың беріктігінің қорғаныш қасиеттерін арттыруда, адамның климаты мен өмір салтына бейімделу сынды мүмкіндік беретін полимерлі маталар болып келеді.
Яғни мына слайдта көрсетілген өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтарға өз бетімізше жауап беруге тырысамыз. Сонымен қатар пайдаланылған әдебиетте өзімізге керек қосымша мәліметтерді алуымызға болады. Сонымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.